Астанада сал ауруына шалдыққан балаларға арналған оңалту орталығы ашылды. Нысан кәсіпкерлердің жеке қаражат есебінен бой көтерген. Қызылордада 10 жылдан аса жұмыс істеген емдік сауықтыру кешені жүріп тұруы қиын 500-ден аса балаға өздігінен аяқ басуына жәрдем берген. Енді мамандардың авторлық әдісімен арнайы жасалған тренажерлары елорда тұрғындарына көмегін тигізбек. Реабилитациялық мекеме ДЦП инсульт пен бас ми жарақатының салдарынан науқас атанған жандарға көмек көрсетеді. Алматының желтоқсан көшесінде жаңа БРТ, яғни арнайы жолақпен жүретін автобустар желісі іске қосылады. Ұзындығы 5 шақырымдай болатын бұл жол Тимирязев көшесі мен Райымбек Батыр даңғылының арасын жалғап, автобустардың жылдам әрі үздіксіз жүруін қамтамасыз етеді. Жүргізушілер жол ережелерін қатаң сақтап, жолдағы таңбалар мен белгілерге мұқият назар аударуы қажет. Әйтпесе сергекке түсіп айыппұл арқалауы мүмкін. Жеке көліктер үшін Абай даңғылына солтүстікке қарай бұрынғыдай бір жақты қозғалыс сақталады. Жаңа бағыттар бойынша автобустар 14 желтоқсаннан бастап бағытыда қатынай бастайды. Алғашқы кезеңде нөмірі 92 және нөмірі 59 маршруттар іске қосылмақ. Синоптиктерден ескерту, елімізде алдағы 3 күнде күн райы күрт құбылады. Қазгидрометтің хабарлауынша, республикамыздың басым бөлігінде қар жауып, боран соғады. Әсіресе солтүстік пен шығыста және орталық аймақтарда бұрқасының көктайғақ күтіледі. Ал батыс пен оңтүстік жақта күн райы ашық болады. Ауа температурасында да айтарлықтай өзгерістер бола қоймайды. Бокстан Дубайда өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайтын спортшылар белгілі болды. Федерацияның мәліметінше байрақты бәсекеге еліміздің атынан 13 бұлғар қолғап шебер қатысады. Ерлер командасы Ташкенттегі бірлескен оқу жиынын қорытындылап, санаулы күндері әмірліктерге аттанады. Құрама бас бапкері Қайрат Сәтжанов бұл жола дүбірлі додаға бірнеше боксшыны бірнеше рет апарғалы отыр. Олардың арасында Сабыржан Ақалықов, Ерасыл Жақбеков, Дәулет Төлемісов, Нұрмагамет Юсупов, Нұрлан Сапарбай сынды спортшылар бар. Халықаралық бокс қауымдастығы ұйымдастыратын бұл дода тарихтағы ең ірі жүлде қорымен ерекшеленеді. Чемпионға $300,000 табысталады. Айта кетейін, әлем біріншілігі 3-13 желтоқсан аралығында өтеді. Жас жігітті арыстан жеп қойды. Жан түршігерлік оқиға Бразилияның Жуан Песоа қаласындағы зообақта болған. Таңғаларлығы жыртқыштың апанына ер адам өз еркімен барған көрінеді. Оқиғаны келушілер бастан аяқ таспаға түсіріп алыпты. Кадрда азаматтың 6 метрлік қоршаудың үстімен өрмелеп, биік ағашқа мінгені байқалады. Төмен сырғығаны сол-ақ екен, аң патшасы жетіп келіп, табанын жерге тигізбестен тап берген. Оқиға орнына әскери полиция жедел жәрдем қызметі дереу жеткенімен тұрғынды құтқара алмапты. Сөйтсе, марқұмның психикалық ауытқуы болған көрінеді. Қайғылы жағдайдан кейін нысан жабылған, алайда зообақ әкімшілігі Леона атты арыстанның мәжбүрлі түрде өлтірілмейтінін айтыпты. Керісінше, қатты күйзеліс алған жануардың қалыпты өмірге оралуына жағдай жасалып жатқан көрінеді. Бұл соңғы ақпарат болатын. 14-15-те түскі жаңалықтарды, 18-30-да басты жаңалықтарды өткізіп болмаңыздар.